Білімпаз KZ сайтының балаларға арналған аудио кітапханасы. Әлдихан Қалдыбаев. Арманына жеткен айбалта. Бір адам балта сатып әкеліп, қораның бұрышына тастай салыпты. Алғашында әне саптаймын, міне саптаймын деп жүрді. Кейін мүлде ұмытып кетеді. Балта болса, тот басып, әрінен айырылып бара жатты. Ол таза болаттан құйылған еді. Сондықтан бұл қорлыққа төзе алмады. Бір күні өн бойын намыс кернеп, орнынан шоршып кетті де, жанында жатқан қайрақ тасқа тиіп сыңғыр етті. «Бұл кім?» деп қыр ете қалды қайрақ тас. «Мен балтамын». «Иә, не болды?» «Қайрақ тас, сен ақыл қосшы. Не істеу керек? Қайтсем жарқылдап емнің қолында жүрем». «Арманың сол ма?» «Иә, арманым адамға қызмет ету». «Онда баяғыда қимылдауың керек еді. Тоғайға бар, өзіңе лайықты сап кесіп киіп ал. Сөйт те маған кел. Мен сені қайрап, жарқылдатып шығарайын. Көрсін содан соң иеміз». Балта қуанып кетті. Бір шоршып, екі шоршып, тоғайға тартты. Балтаны сонадайдан көргеннен-ақ қалың ағаш: «Балта келе жатыр, балта келе жатыр. Қайсымызды шабар екен?» деп шу ете қалды. Бәрі дүрдиіп, селк-селк етіп қорқып тұр. Балта тоғайдың шетіне келіп, қалың ағаштың әрқайсысына бір тесіліп қарап тұрды. Бірі ұзын, бірі жіңішке ағаштар абыр-сабыр тынышталар емес. Балта қайсысын шабарын білмей дал болды. Ағаштар біртін-біртін жүрек тоқтатып тынышталайын деді. Балта сол сәт үлкен ақ қайыңның өзіне лайықты бір бұтағын таңдап үлгерді. Іле сарт етіп сол бұтаққа жабыса кетті. Әне міне дегенше әлгі бұтақты шауып, сап қылып киіп алды да, «Ауыл қайдасың?» деп тартып отырды. Ағаштар шуылдасып қала берді. Бәрі енді бұтағы шабылып, жаны қиналып тұрған ақ қайыңға басу айтты. «Ештеңе етпейді. Бір бұтағың кесілсе, екіншісі өсіп шығады», деді бәйтерек. «Иә, сөйтеді. Кішкене қиналарсың, жетіліп кетесің», деді қарт қарағай. Үзілген бұтақ, ұзатылған қыз. Ол енді балтамен бірге иелерінің қолында жүріп, талай шаруа бітіреді. Бір бұтағыңның адамның игілігіне жұмсалғанына сен қайғырма, қайта қуан», деді дәуіт тал. «Рахмет бәріңе. Жанашыр ағайындық сөздеріңмен жарты қайғымнан артылғандай болдыңдар. Айтқандарың рас. Біз бәріміз адам үшін, адамның игілігі үшін өсіп тұр емеспіз бе? Барсын бұтағым, жолы болсын. Басқа амал қанша?» деп аққайың ауыр дем алды. Сол кезде төменде қаптап тұрған қалың шіліктің біреуі шіңкілдей жөнелді. «Саған сол керек. Әуелі өсем деп көзге түскен өзің. Басында мына біз құсап өспей, жер бауырлап жатып алсаң ғой, сапқа жарамас едің. Сонда сені ешкім де шаппайтын еді. Ал енді ақыла, үхіле». Шіліктің бұл сөзін жалғыз ақ қайың емес, қалың ағаш түгел естіді. Бәрінің бойын ашу кернеді. «Қап, мынаны-ай! Мұның бойы неғып өспей жүр десем, осындай қу екенсің ғой», деді бәйтерек. «Айтпа тегі, арамын қарай көр. Мұндайлар өспейді, аяқ асты болып қала береді», деді қарт қарағай. «Бәсе, бұлар неге жапырақ жаймай жүр десем, күншіл екен ғой. Күншіл болдым дегенше іс бітті, азып тозып кеттім дей бер», деді дәуіт тал. «Мейлі, өзіне жақсы болса айта берсін», деді ақ қайың. Шілік ләм-мим деуге шамасы келмей жер болып қалды. Сапталған балтаның адымы ұзарып қалған. Қораға тез ақ жетті. Келе қайраққа жармасты. «Қайреке, айтқаныңызды орындадым. Ендігі кезек сіздікі». «Мұның енді жөн.
Уәдем уәде. Қайрақ балтаны қайрап, тотын кетіріп, жарқыратып шығарды. Ертеңгілік қораға кірген иесі қылпып тұрған балтаны көріп: «Апыр-ау, мынай балта қайдан шыққан? Сабы қандай әдемет. Осындай бір балтаға қол жетпей қор болып жүр едім. Жақсы болды-ау» деп жатып кеп қуанды. Балта өстіп, әрекет қылды да арманына жетті. Ол енді адамға қызмет етеді. Тоғайдағы ағаштар ше? Ақ қайың жалғыз бұтағы үшін көп зардап шеккен жоқ. Жетіліп, шайқалып тұр. Ал шілік болса, сол күйі көлеңкеде қалған.